Қаныш Сәтбаев кім? Серікбол Хасан. Бұл кітап жалпы Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев роман-эссесіне мазмұндама болып табылады. Бұл кітаптың ішінде өте көп осы естеліктер және де оқиғалар көп. Жалпы мен ішінен қызықтарын айтып өтетін болсам, бізде Қаныш Сәтбаевтың әкесі Имантай бұл Шоқан Уәлихановпен бір жатақханада жатқан және де оның жан досы болған. Олар екеуі көп уақыт бірге өткізген. Осындай мысалы маған осындай дерек жаңа болып көрінді және де өзім бұған дейін білмеген. Енді тағы да бір қызық дерек, бұл Кемел Ақышевті бәріміз білеміз. Бұл Кемел Ақышев осы Қаныш Сәтбаевтың тәтесінің баласы болып табылады. Және де Қаныш Сәтбаевтың осы тәтесі қайтыс болғанда Кемел Ақышевтың анасы бұл Қаныш Сәтбаев өзінің бауырына басып Кемелді оны осындай бізге тұлға қылып шығарады, тәрбиелеп. Осының арқасында қазір барлығы білетін Кемел Ақышев алтын адам тапқан дүниежүзіне әйгілі тұлға бізде қалыптасады. Және де Қаныш Сәтбаев жалпы айтатын болсақ, бұл бізде ең қазақтың алғашқы академигі және де Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының ғылым академиясын ашқан болатын. Бұл академияны аша ғана қоймай, оның үшін қазақ ғалымдарға толтырып, ол жақтан қазақ ғалымдарын көптеп шығара берген. Жалпы ең басты істеген ісі осы. Себебі осы ғылым академиясының арқасында біздің ғылым дамып, қазақ осы ғылымға жақындады және де осы КСР-ның кезінде біздің ғылымымыз өте күшті болған. Осындай оқиғалар өте көп және тарихтың ашылмаған беттерін сіздер осы кітапты оқысаңыздар ашасыздар. Жалпы біз бұны мектепте де өткен болатынбыз. Қаныш Сәтбаев 10 кластың 2 тоқсанында класспен талқылап, барлығы күшті өтті. Сіздерге де осындай кітапты оқуға ұсыныс берем.